Сәлем қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қазіргі кездегі қытайский мотоциклдің 5 скоросты тоқ жолын көрсетейін. Мынау енді мотоциклдің моторынан шығып тұрған датчигі 6 тоқсым. Енді бұны сіздерге көрсету үшін мен сіздерге бірден аккумуляторды белгілеп алайын. Мынаны аккумулятордың минусы. Енді мынау аккумулятордың плюс деп алайық. Өйткені мейлі осы датчик болсын, пар болсын, поворот болсын, не болмаса жаңағы статоры болсын, барлығы осы аккумулятор арқылы жұмыс жасайды. Мұндағы жаңағы біздің мына датчиктегі нейтралкамыз бірінші скорость, екінші скорость, 3, 4, 5 скорость. Осы бесеуі айналмалы қорап деп айтсақ болады. Қазіргі кездегі мотоциклдерді ол мына нейтралкадан шығып, айналып отырып, қайтадан нейтралкаға келеді. Не болмаса нейтралкадан шығып, кері бағытта айналып отырып, қайтадан нейтралкаға келе береді. Бұларды кәдімгідей қазіргі қытайский мотоциклдердің артықшылығы деп айтуға болады, айналмалы қораппен. Енді осыдан шыққан 5 скороспен нейтралканы көрсетіп тұратын 6 тоқсым шығады. 6 тоқ шығады. Осы 6 тоқ бізге жаңағы мотоциклдің щиток приборындағы датчикке келген кезде бірінші скорость, 2, 3, 4, 5 және нейтралканы белгілеп тұратын осы 6 тоқсымға жалғанады. Енді бұл барыста бұл 6 тоқсым рамадан шыққан минусқа жалғанады. Яғни моторда тұрғандықтан осы мына датчигіміз моторда тұрғандықтан бұл 6 тоқсымның 6-ы да минус болып жалғанады. Минус болып жалғанады. Осы минус тоқсым бірден рамадағы тоқсымдарға жалғанады. Рамадағы осы 6 скоросты көрсетіп тұратын 6 тоқсым бар. Рама тоқ. Яғни осы рамадағы тоқсымға жалғанады. Бұл осы баста ешқандай тоққа жалғанбайды. Тек 6 тоқсым рамадағы өзінің 6 тоқсымына жалғанады. Содан кейін сонымен қатар бірден сол 6 тоқсым түзу осы щиток прибордағы 6 тоқсымға тура келеді. Енді бұл баста жолдағы ешқандай тоқпен бұлардың ешқандай қатысы болмайды. Тек осы щиток прибордың түбіне келген кезде ғана мына аккумулятордың шыққан плюс замок арқылы осы щиток приборларға плюс болып жалғанып тұрады. Енді мотоциклдің мейлі осы датчигін айырбастаңыз, тоқ жолын айырбастаңыз, немесе осы щиток приборды айырбастаңыз, барлығында да бірдей. Дәл осы мойнына келген кезде осы келіп тұрған 6 минус тоқсымды осы датчикке бір-бірден жалғап көру арқылы осылардың қайсы скоростта тұрғандығын белгілеп алуға болады. Өйткені бұлардың қазіргі кездегі мотоциклдердің тоқ жолы да әртүрлі, кейбіреуіне бірден ұқсамайды мүлдем. Сондықтан бір-біріне ұқсамағандықтан тек осы тоқ жолдарды бір-біріне жалғау арқылы ғана скоростқа салып, осылай белгілеп тауып алуға болады. Енді бұл датчиктің түрлері өте көп, яғни моторға байланысты әртүрлі болып келеді. Енді міне бұл нейтралкадан кейін нейтралканың астында 1, үстінде 2, 3, 4, 5. Бұл да 5 скоросты датчик болғанмен, бұл да мына 1 мен 5-ің аралығында
айналым мүлдем болмайды. Яғни бірінші скорость пен екінші скоросттың аралығында жүреді және 3, 4, 5-ке келіп тоқтайды. Содан кейін 5-тен қайтадан артқа қарай кері айналады. 5-тен қайтадан артқа қарай кері айналып 1-ге дейін жұмыс жасап келе алады. Міне бұл қазіргі кездегі негізі бұл Ямахалардың тоқ жолы. Ямаха мотоциклдердің тоқ жолы. Тек осындай 5 скорост тоқ жолдар емес, 1, 2, 3, 4 скоросты мотоциклдер де бар. Яғни қазіргі кездегі көбінде таралып жүрген қанатты Honda дейміз. Осылардың тоқ жолы осы 4 сымдық тоқ жолына жатады. Не болмаса, жаңағы тек нейтралканы ғана белгілейтін тоқ жолдары бар. Тек нейтралка ғана белгілейді. Енді бұл қандай датчик болсын, қандай мотоцикл болсын, бұлардың барлығы моторда тұрғандықтан, барлығы осы минус арқылы жұмыс жасайды. Барлығына минус келіп тұрады. Тек осы замоктан шыққан ток арқылы ғана осы жердегі цифрларды көрсетеді. Сондықтан бұлардың тоқ жолдарының барлығы бірдей. Мейлі 4 сымдық болсын, мейлі 5 сымдық болсын, сол тоқ сым рамадағы тоққа келеді өзінің. Содан кейін барып қана осы датчиктен көрсетеді. Негізгі тоқ жолдары осы. Келесі видеода кездескенше сау саламат болыңыздар. Видеоны баршаға таратыңыздар.